ішіңіздегі гармония пайда болады және келісімділік пайда болып, сізде деген мотивацияңыз артып, жаңағы жолдағы қиындықтарға мән бермей, сіз деген соңғы нәтижеге мән бересіз. Оны соңғы нәтижеге сіз фокус қоясыз. Себебі сіз сурет салу барысында сіздер іштегі қақтығыстарды жеңіп шығасыз. Сол себептен сіздің санаңызға жаңағы қазіргі тұрған оң мен теріс ойларыңыз жаңағы басқа формаға пайда болады. Мысалы, сіз айтқаныңыздай, мен бай болуға лайықтымын деген. Енді осы ойды сізге қалыптастыру үшін сіздер деген осы сенімге лайықты өмір сүру керексіз. Егер де мына теріс ойлар деген бір күнде олар кетіп қалмайды, өйткені біздерден қаншама жыл арқарап келе жатыр. Сол себептен сіздер нейрографиканы салған сайын сіз іштегі келісімдікті орнатып, өмірге деген бір өзіңізге жол ашасыз. Келесі сабақта мен нейрографиканың екінші қағидасымен сізді таныстырып өтемін. Сонда сізге барлығы түсінікті болады. Негізі 10 қағидасы. Осы 10 қағиданы түсінгеннен кейін нейрографиканы салғанда сіз оның деген жаңағы нейрографик арқылы өзіңіздің санаңыздың потенциалын ашасыз. Былай енді тек қана линияларды салып, пішіндерді салғаннан ол дым болмайды. Біз деген мына нейрографикада эффективное мышление дейді ғой, сонымен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі менің бірінші ролигім 10 қағидаға байланысты осымен бітті деп айтамын. Рахмет назарларыңызға.